Шерзат Болат ісі 5 бап бойынша тергеліп жатыр. Бұл туралы Ішкі істер министрі Ержан Саденов мәжіліс депутаттарының сауалына берген жауабында жазған. Оның сөзінше, адам өлтіру, бұзақылық, қорқыту, қылмысты жасырып қалу және қылмыс туралы хабарлама баптары бойынша тергеу жүріп жатыр. Ал қасақана кісі өлтіруге қатысты деген күдікпен 8 адам, қылмыс туралы хабарлама бабы бойынша 3 адам сот санкциясымен қамалған. Сондай-ақ, оқиға болған жерде жүрген басқа да адамдардың қылмысқа қатысы бар жоғы тексеріліп, олардың іс-әрекетіне құқықтық баға беріледі, деді министр. Айта кетейік, 2024 жылы 4 қазанға қараған түні Алматы облысының Талғар қаласында болған төбелес кезінде 16 жасар Шерзат Болат пышақталып қайтыс болған. Бұл хабарға бүкіл қазақ қабырғасы қайысып қайғырды. Марқұмның жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жаннаттық болсын. Отбасына қайғыра көңіл айтамыз.